Ал енді пісте қосылған нан дайындайық. Ол үшін алдымен ұнымызға пістемізді салып аламыз. Аштығымызды, тұзымызды салып, жылы су құйып қамыр илейміз. Мен бұл жерде сіздерге көрсетілген мөлшерден 3 есе азайтып істеп жатырмын. Бір нан ғана шығару үшін. Сіздер сол көрсетілген мөлшермен жасаңыздар. Жақсылап қамыр илейміз. Бұл нан өте дәмді болады. Бетіндегі пістесінің өзі өте дәмді. Жей бересіздер. Осылай илеп көтерілуге жібереміз. Мен наным көтерілді, ашыды. Енді формаға келтіріп, осылай бетіне су шағып, пістемізге аунатамыз. Пістесі өзі жабысып қалатын болады. Өте оңай жасап көріңіздер. Осындай формаға келтірдім. Бетіне пістемізді жағып шығамыз. 30-35 минутқа көтерілуге жібереміз. Бетін майлықпен жауып қоямыз. Табамызға 180 градусты қыздырып пісіріп аласыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.